Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен брокколи чеснок қосылған соусмен жасаймыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: чеснок, брокколи, қаймақ және майонез. Мен брокколиді бұлай сақтап тұрап алдым. Енді біз чесногымызды езіп аламыз. Енді үстінен бір қасық майонез қосамыз. Және бір қасық қаймақ қосамыз. Араластырамыз. Енді дәміне қарай тұз бұрыш қосамыз. Араластырамыз. Біздің соусымыз дайын. Енді біз брокколимізді пісіріп аламыз. Брокколи түсін өзгертпес үшін суға сода қосамыз. Енді үстіне брокколимізді қосамыз. Көп ұстамаймыз, бір бұрқ етсе жетеді. Мінекей достар, біздің брокколиміз дайын, енді біз оны сүзіп аламыз. Мінекей достар, біздің брокколиміз дайын. Бүйтіп соусқа батырып жей береміз. Менің ардымда неше түрлі рецепттері бар. Астына қалдырып кетемін, көріп шықсаңыздар болады.